осы күннен бастап мен сені жарылқаймын. Хаққай кітабы 2-ші тарау 19-шы аят. Болашақтағы істер бізден жасырын. Дегенмен, міне, алдымызда айна бар. Біз одан болашақта не болатынын көре аламыз. Құдай бізге: осы күннен бастап мен сені жарылқаймын дейді. Осы уәдеге қатысы бар сол күнге назар аударуға болады. Құдай оларға осы уәдені берердің алдында елде құрғақшылық болып, астық шықпай қалды. Ал шыққан астықтар жанып кетті. Және соның бәрі халықтың арасында жасаған күнәларының салдарынан болып еді. Бірақ Құдайдан жазасын тартқан халық оның сөзіне бойсынып, ғибадатхана соға бастағанын Құдай көрді. Сондықтан да ол ғибадатхананың негізін салған күннен бастап, осы күннен бастап мен оларды жарылқаймын дейді. Егер біз күнә жасап жүрсек, бірақ өз рақымын мен күнәдан бас тартсақ, сонда сол күннен бастап Құдайдың жарылқауына ие боламыз. Ол бізге өз жарылқаушылығымен, өз рухын бұрынғыдан бетер күшті қарқынмен, ағыл-тегіл төгіп, шындығын толығырақ ашатын болады. Бәлкім, әділдігіміз үшін басқа адамдар тарапынан қатты қарсылық көрерміз. Бірақ біз осындай жағдайда Құдайымызбен шынайы қарым-қатынастың жолындағы деңгейге көтерілеміз. Сонда оның өзімізді қабылдағанын одан да анығырақ біле түсеміз. Құдай ием, мен бұдан былай саған бұрынғыдан да адалырақ болып, сенің өсиеттерің мен ұғымдарыңды мұқият орындауды шештім. Сондықтан да мені күнделікті жарылқап отыруыңды Иса Мәсіх арқылы өтінемін.